Құрметті оқушылар мен олардың ата-аналары, мектептің деңгейі өте білімді және үздік оқитын оқушылар санына байланысты бағаланады. Сондықтан біздің мектеп оқушыларына өте биік талаптар қойылады және әр баланың потенциалына аса көңіл бөлінеді. Алайда мені қуантатын жайт, Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте ой-өрісі дамыған білімді оқушылар аз емес. Сол себептен осындай білімге құштар, жан-жақты дамығысы келетін оқушыларымызды ынталандыру үшін ай сайын стипендия түрінде берілетін қаржылай сыйақы жүйесін енгізетініміз туралы қуана хабарлаймыз. Учредители школы, администрация, так, финансовая часть нашли возможность все-таки наградить в этом первом полугодии детей, которые в прошлом году, учащихся 6-11 классов, которые в прошлом году на отлично закончили учебный год. Сейчас мы этот список прочитаем, номинанты, стипендианты будут выходить сюда, мы все поздравим. Адия Мухамеджан, Асанали Сабыржан. Я жол көрсетер баршаға, бағыт бағдар ғылымда, таныс бізге аспанда, мұхит теңіз астыда, білгім келеді бәрін. Ну что, дорогие друзья, разрешите от имени администрации, от имени всех учителей школы сказать этим ребятам спасибо за их труд, за их отличную учебу. Давайте еще раз поздравим. Біз стипендияға қол жеткізген оқушыларды шын жүректен құттықтаймыз. Және басқа да оқушылардың сыйақыға қол жеткізуіне әлі де мүмкіндік бар екенін ескереміз.